Президент іс басқармасы медициналық орталығы ауруханасының базасында өндірістік кешені бар тұңғыш ядролық медицина орталығы ашылады. Бұл қазақстандық денсаулық сақтау саласының тарихындағы жаңа қадам. Ендігі жерде қуық-асты безінің қатерлі ісігі, нейроэндокринді түзілімдер, ми ісігі, остеобластикалық сүйек метастаздары, төмен қатерлі, сондай-ақ төмен метаболизмдік ісіктер және басқа да диагнозын қою күрделі онкологиялық ауруларды ерте анықтауға мүмкіндік болады. Ядролық медицина орталығының бірегейлігі оның өндірістік кешенінде жатыр. Онда позитронды эмиссиялық томография, диагностикада пайдаланылатын GMP стандарттары бойынша 9 радиофарм препараттарының үлкен желісі өндірілетін болады. Радиофарм препараттарды өндіру процесі бірнеше негізгі кезеңдерден тұрады. Циклотронды физиктер ядролық реакция арқылы радиоактивті изотоп алады. Оның көмегімен химиктер препаратты синтез зертханасында арнайы модульдерде синтездейді. Өндірістің барлық процесі алынған өнімнің тазалығын қамтамасыз ету үшін стерилді жағдайда өтеді. Дайын препаратты өлшеп орайды және сапасын толық бақылауға береді. Ол жерде препаратты Қазақстан Республикасының фармакопиясына сәйкес барлық физика-химиялық және бактериологиялық қасиеттері бойынша химиктер тексереді. Сапа расталғаннан кейін ғана препарат пациенттерге қолдану үшін диагностикалық бөлімшеге беріледі. Орталықтың диагностикалық блогы аппараттардың екі түрінен тұрады. Позитронды эмиссиялық томография және бір фотонды эмиссиялық компьютерлік томография. Позитронды эмиссиялық томография және компьютерлік томография аппараты әлемдегі ең жаңа модель және ТМД-дағы жалғыз абсолютті инновациялық цифрлық детекциялау жүйесіне ие. Яғни ісік түзілімдерін визуализациялаудан ең үздік сипаттамалардың және сканерлеу жылдамдығының артуының көрсеткіші. Позитронды эмиссиялық томография және компьютерлік томография зерттеуін жүргізбес бұрын пациент арнайы дайындық кезеңінен өтеді. Дайындықтан кейін көк тамыр ішіне радиофармацевтикалық препарат жіберіледі. Оның дозасы науқастың дене салмағына сай жеке есептеледі. Препарат ағзаға тарағаннан кейін позитронды эмиссиялық томография және компьютерлік томография зерттеуін жүргізеді. Оған орта есеппен 17-20 минут қажет. Президент іс басқармасы медициналық орталығының ауруханасында циклотронды өндірістік кешені бар ядролық медицина орталығын пайдалануға беру препараттардың үлкен спектрін өндіруге ғана емес, сонымен қатар ПЭТ-КТ аппараттарының өткізу қабілетін арттыруға мүмкіндік береді. Кешеннің ашылуы қазақстандық медицина мен ғылымдағы нағыз серпіліс. Ал ең бастысы дәрігерлер пациенттерді көптеп қамтып, онкопатологияның барлық түрлеріне диагностика жасай алады. Ядролық медицина орталығы еліміздің ұлттық игілігі болып саналады. Мұнда біздің отандық мамандар қызмет етеді.